Құрметті әлеуметтік желідегі оқырмандарым, Қарауи ауылдық кітапханасы Қазақстан Республикасы халықтарының тілдері күні мерекесі қарсаңында «Бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілімдедім» атты әдеби сазды монтаж және кітап көрмесін назарларыңызға ұсынады. Кітап көрмесінің мақсаты ана тіліміздің тұғырының мықты болуына негіз қалаған бабаларымыздың өсиетін ұран ету, мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту, мәртебесі мен маңызын кеңінен насихаттау, Қазақстанда тұратын барлық халықтардың тілдерін құрметтеу, кітапты оқуға тарту, оқу мәдениетін арттыру, қазақстандық патриотизмді нығайту. Көрмеге кітапхана қорындағы тілге байланысты әдебиеттер, қазақ тілін үйренушілерге көмек құрал, әдістемелік оқулықтар, сөздіктер, мерзімді басылым беттерінде әр жылда жарық көрген мақалалар және ғаламтор бетіндегі қызықты мәліметтер орын алды. Атап айтқанда, Мырзатай Серғалиев «Тілім менің, тінім менің», халықаралық қазақ тілі қоғамы 20 жыл. Осман «Тіл тәуелсіздігі ел болашағы», мемлекеттік тіл ұлттық бірегейліктің негізі. Дүйсен Жүнісов «Ана тілі тағдырым», тағы басқа кітаптар орын алады. Қазақтың біртуар даңқты ұлдарының бірі Бауыржан Момышұлы тіл байлығы, тіл тазалығы, ұлт қасиетінің, салт санасының негізгі өнегесі, нағыз белгісі деп айтқандай, мемлекеттік тілдің мәртебесін биік ұстайды ағайын.